Рахманиррахим. Саламатсыздар, құрметті партнерлар. Мен атым Рима, фамилиям Қуатова, Ақтау қаласынанмын. Осы фармация компаниясы 25 жылдың февраль айында тіркелдім. Содан бері жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда бронзовый директор статусындамын. Мінекей, осы мен фармация компаниясына именно өзімнің осы шашым үшін, шампунь үшін келдім. Продукциялары өте керемет. Чесночный шампуньды пайдаланып, мен содан результат алдым. Менің шашым өте жұқа және жұмсақ болатын. Осы және менің мына алдыңғы шаштарымда қара шаш өте көп болатын. Қара шаш деп ақ шаш. Вот сол енді 1 жылдан асып кетті ғой, осы продукциялар жуып жатырмын. Біздерде шампуньдардың 10-12 түрі бар. Әртүрлі, әркімнің шашы әртүрлі. Соларға байланысты жаңа құрғақ шашқа арналынған, майлы шашқа арналынған және қайызғақ шаштарға, әртүрлі шаштарға арналынған шампуньдарымыз бар. Соны просто дұрыс подбирать етіп білу керек. Енді мен сосын біздің бұл осы фармацияның шампуньдарын мағаны өте қою концентрат, көпке кетеді. Мен март айында бірінші алған өзімнің чесночный шампуньымды августте зорға тауыстым, потому что мен бір өзім пайдаландым да. Себебі мен қызым екеуміз тұрамыз, қызымның шасы, оныкі майлы шаш болғаннан кейін ол для жирных волос алды да, мен для всех типов волос деген чесночный шампуньды алдым. Шампуньдары сразу ұнады. Менің шашым ақ шаш болғаннан кейін, мен жасымыз 60-ға кетіп қалды ғой. Шашымда ақ шаш болғаннан кейін, оны мен мейлермен жасап күйдіріп, күйген шаш қандай шампуньмен жусам да үнемі тас болып қатып қалатын еді. Без бальзам мен шаш жуа алмайтын едім. Осы чесночный шампуньды өзім жуған мезгілде, бірінші жуғаннан бастап менің шашым без бальзама кәдімгіше таралып, ұйыспай өте жақсы болды. Содан кейін мен енді бұл жерде жаңағы кешегі жаңадан шыққан жаңа календула шампунь пробовать еттім. Сосын жаңа для объема деген шампунь бар. Соны да пайдаланып көрдім, енді 1 жылдың ішінде уақыт болды ғой. Соны пайдаланып көрдім. Сосын мен 9 балдың шампуньдары бар ғой. Оливковый, жаңағы морской дегендерді өзім алып пайдаланып көрген жоқ едім да. Себебі бір алған шампуньым көпке кетеді, таусылмайды. Сондықтан да бұл экономично, кез келген адам жерге тіркеліп, мен мысалға бірінші кезінде менде алып саттым продукцияларды. Әсіресе мына каштангел, чилигелдер өте күшті өтті. Бірінші басында саттым. Кішкене үстіне баға қосып, сатып пайда көрдім да. Кейін мен сатпайтын болдым. Себебі бизнестің мәнін түсіндім. Адамдарға информация беріп, осындай керемет өнімдері бар деп, өзім алған результаттарымды айтып, адамдарға көрсетемін де. Сосын айтам, мен 45% скидкамен алып жатырмын. Давайте сізде тіркеліңіз де 45% скидкамен алыңыздар. Еще компанияның қарайған подаркасына ие боласыңдар. Өз бағасын алып бере салшы деген адамға мен өз бағасын алып бере салам саған дедім. Бірақ та подаркалердің сіздің атыңызға подарка келмейді, сондықтан да сіз өзіңіз тіркейік деп адамдарды тіркеуге не қыламын. Тіркелу бесплатно, сізден ештеңе сұрамайды. Осылай менде бірінші басында әрине клиент потребительдерді жинадым. Солардың арасынан әйтеуір осы продукцияға интерес, продавецтер де шығып жатыр, Құдайға шүкір. Бизнеске интерес қойып жатқан адамдар да шығып жатыр. Енді бұл жердегі өнімдерді айтатын болсақ, менде енді осы уақытқа дейін үйдемін. 1983 решетканы басасыз. 6-шы этаж, 38-ші квартира. 83 решетка. Сегізінші квартира. Нұргүл, қазір көрер келсе ала қойшы, мен сабақ жүргізіп жатырмын. Мен бұрында да сетевой компанияларда жұмыс жасадым. Себебі менің өзім мамандығым фармацевт. Өмір бойы 33 жылдай аптекада жұмыс жасадым. Мен сол аптекада жаңағы межбольничный аптекада жасадым, готовить ететін аптекада жасадым. Клиент химикаттың арасында жүргеннен менде бірінші сезонный аллергия бастады, одан кейін кожный аллергия, псориаз деген сияқты. Мен сол аптекада өз мамандығым бойынша жұмысын жасай алмай қалдым. Содан кейін мен осы жаңағы медицинада
медицинада псориаз неизлечимый болезньге жататын болғаннан кейін мен осындай емделудің жаңағы басқа жолдарын осы баттардан іздедім да өзімнің денсаулығыма. Сөйтіп әртүрлі баттарды ішіп, денсаулығымызды, мысалға, неизлечимый болезнь деп айтады ғой медицинада, бірақ организмді тазаласаңыздар емделмейтін ауру болмайды екен. Көптеген сетевой компаниялардың жаңа очисткілерін ішіп, организмді тазалап, қазіргі таңда осы біздердегі жаңағы алойы неміз бар ғой, мен жаңа флакон өзім ішкен үш флакон алойын тауыстым, флакондарымды лақтырып тастаппын, қазір қасымда жоқ екен. Қазір мен L-карнитин ішіп жатырмын. L-карнитиннің 2 упаковкасын бір айға алдым. Былтырда ішкен болатын, енді қайтадан осы квартал сайын қайталап ішіп отырамын да продукцияларды. L-карнитинді ішіп жатырмын. L-карнитин бұл аминокислоты. Біздің ағзамызда аминокислоты ол өзі бөліну керек. Бірақ ол 25 жасқа дейін біздің организмізде бөлінеді де, 25 жастан кейін біз дополнительно алуымыз керек. Бұл аминокислоты да біз ананың сүтінен ғана аламыз екен. Туылғанда, емшек емгенде ананың сүтінен аламыз. Сол аминокислоты біздің организмізде өзі выделяться етеді 25 жасқа дейін. 25-тен кейін уже ол бөлінуі тоқталады да, анағы бөлінуі тоқтайды да, сосын біздер енді бұрынғы бөлінген организмізде аминокислоты бар ғой, сол азая береді де, уже 35 жасқа, 40-қа келгенде уже біздің организмізде 50% аминокислоты болмайды екен. Сондықтан біз басқа неден алуымыз керек екен. Сырттан өзіміз сол аминокислоты. L-карнитин именно біздің бөтекемізден, бауырдан бөлінетін аминокислоты. Адам ағзасына жаңағы незаменимый аминокислоты, заменимый аминокислоты деген болады. Ол бізге күш-қуат береді. Сондықтан да осы L-карнитинді барлық адам ішу керек деп ойлаймын. Таңертең мезгіл мынаны осылай готовый дайындап қойған, мынандай неде флаконда жидкий сұйықты. Осылай іше салуыңызға да болады, болмаса бір стакан жылы суға араластырып, таңертең итак су ішесіздер ғой. Таңертең любой адам мына біздің кишечниктеріміздің бойы ашылу үшін су ішуіміз керек. Онда да біз мұздай су емес, жылы су ішуіміз керек. Біздің денеміздің температурасы 36 градус қой. Біздер мұздай су ішкенде не болады? Мысалға, мұздай халдейте су ішеміз ғой кейде. Сылап келгенде мен қазір осы баттарды ішіп пайдаланып не қылып бастағаннан кейін мұздай су ішпейтін болдым. Мұздай су ішпей үйренсеңіздер, жылы суға да адам шөлі қанады екен. Просто біз өзімізді үйретіп тастаймыз да. Мұздай суды ішкен мезгілде мына біздің денеміздің температурасынан төмен су ішсек, уже біздің мына малдың майымен тамақ пісірсеңіз, уже комнатный температурада да қатып атады ғой, қуырдақтарға мысалы. Вот соғысап біздің майымыз қатады екен. Мына кишечниктеріміздің бойында жырлардың бәрі қатады. Ол сосын оны біздің организміміз манағы мұздай суды 36 градусқа дейін жылыту үшін біздің бүткіл энергиямыз кетіп қалады. Сондықтан да таңертең жылы суға араластырып, алойыны да, осы L-карнитинді ашқарынға жылы суға араластырып ішіңіздер. Сонда мына кишечниктеріңіздің бойы ашылады. Таңертең су ішпейтін адамдардың мына біздің 8 метр шегіміз болады ғой, соның бойлары жабысып қалады екен. Сондықтан да обязательно жылы су ішіңіздер. Сосын енді қазіргі таңда біздер көпшілік адамдар мысалға қалада тұрсақ та, ауылда тұрсақ та, жаңағы супермаркеттегі, магазиндегі тамақтармен тамақтанып жатырмыз. Натуральный прямо малды сауып ішіп сөйтіп жатқан жоқпыз ғой. Сондықтан да біздерде витаминдер жетіспейді. Сондықтан біздер мына Нутриплюс сериясының өнімдерін ішуіміз керек. Мен L-карнитин, осы L-карнитин соңғысы бітіп жатыр, ертеңнен бастап коллаген ішемін. Коллагенде осындай флаконда, коллагеніміздің құрамында негізгі жидкий коллаген жақсы болады дейді. Мен деген көптеген нелердің коллагендерін іштім. Коллаген деген ол белок, клеевый белок деп аталынады. Әсіресе ол біздің буындарымызға сіңірі жаңа нелер болады ғой. Малдың сүйегін жеп отырған мезгілде сіңір болады ғой буындардағы. Сол сіңір ұстасаң қолыңа клей ұқсап шырш болып жабысып жатады. Сол возрастқа қарай жайлап құрғай береді. Мысалға,
кейде орныңыздан отырып тұрған мезгілде буындарыңызда тырс тырс еткен дыбыс болады да. Ол уже сол манағы сіңірлер құрғап жатыр деген сөз. Вот соны восстановление жасайды біздің коллагеніміз. Сосын құрамында витамин С бар. Если любой компанияның коллаген ішкенде витамин С қосып ішіңіз, усвоимость не қылады дейді. Біздің коллагендеріміз уже дайын бәріне. Еще результат күшті береді. Мына буындар ауыратын, артрит, артроз бар адамдар тек қана біздің чили, жаңағы каштан, сосын жаңағы глюкозаминдерді жағып қоймай, сонымен қоса коллагенді қосып ішу керек. Құрамында нелер микроэлементтер өте көп, организмді восстановление жасайды. Коллаген ішіп бастағаннан кейін де 1-2 аптадан кейін замечаете, что беттеріңіз жарқырап тұрады. Шаштарыңыз қатаяды, шашыңыз түскенін тоқтатады. Осындай өте жақсы результаттар береді. Сонымен қоса мен мына АЦВ деген нені қазіргі неде бізге 3-ші шаққа сыйлыққа беріп жатыр ғой. Жевательные таблетки 2 штуктан мен мына новыйын алдым да қазір. 2 штуктан тамақтан кейін жеп отырасыңдар, потому что яблочный уксус бар құрамында. Өткен айда эксперт клубта болды бұл. Қазіргі неде бізге 3-ші шаққа беріп жатыр. Үшін бұны алып алу мүмкіншілігі өте күшті. Мынандай жевательный нелер. Мармелад сияқты өте жеуге сүйкімді. Құрамында яблочный уксус және фолиевая кислота, витамин В12 бар. Анемияны көтереді, ішкі құрылысты тазалауға көмектеседі. Сосын яблочный уксус жиры обменді восстановление жасайды. Біздің организміміздегі лишний, мысалы тамақ жеп қоямыз ғой да, лишний калория біздің организмімізде май болып отырады. Соны май қылып отырғызбай біздің организмізде жир обменді восстановление жасайды. Өте қызметі күшті, сахар бар адамдарға өте жақсы көмектесіп жатыр, результаттар бар. Яблочный уксус ол біздің организмде қан айналымды да жақсартады. Көптеген құрамындағы нелерге байланысты көптеген несі бар, пайдасы бар. Сондықтан да алып бәріңізде ішіп пайдаланғандарыңыз жөн. Сонымен қоса мына протеиновый коктейль. Құрамын бүйтіп мына жерде қарасаңыздар да қаншама инулин, линолевая кислота, витамин С, Е, В1, В2, барлық группа В витамины, сосын жаңағы витамин К1 деген бар екен, ниацин, пантотеновая кислота, фолиевая кислота, биотин, кальций, калий, магний, железо, мед бәрі бар мынаның құрамында. Осыны сіз таңертеңгі таңғы асты заменить етуіңізге болады да, или болмаса кешкі ужинді заменить етіп ішіп отырсаңыз, сіз организмге керек микроэлементтердің бәрін аласыңдар. Біздің қарнымыз не үшін ашады? Кейде мысалға тамақ жеп алсаң да кішкенеден қайтадан қарның ашып жатады. Себебі біздердің қазіргі жеп жатқан тамақтарымыз құрамында ешқандай біздің ағзамызға керек микроэлементтер болмағаннан кейін біздің клеткаларымыз ашығып тұрады. Сосын біз оны оған клеткаларға керек витаминдерді бермей, просто жеген тамағымызбен просто асқазан толтырып тастаймыз. Мына клеткалар сол ашыққан күйінде қалады. Сондықтан да біздер, егер біздің клеткаларымыз тойып тұрса, мына сладкая тяга деген, сосын жаңағы тамақ жесең де қарның ашады деген чувстволар кетеді. Менің қызым былтыр майда балалы болды. Сол кезде мамамен деген босанғаннан кейін мамамен деген шаршаймын, ұйқым қанбайды, баласы вроде тынымды, мен бір үйде дым істеймін білмейді, бір вялс бар, шаршап баратырмын дегесін, нешейін маған бірдеңе ішейінші. L-карнитин іштедім, как раз 2 упаковка салып бір ай ішті, одан кейін коллаген іштедім да. Сол екеуін ішкен 2 ай подряд ішті ғой, содан кейін ол ішкен жоқ. Сосын өткенде айтады ғой дейді, былтыр мен майдан кейін іштім ғой дейді, 2 ай подряд дейді да, коллаген менен L-карнитинді, менде сладкая деген тяга жойылды дейді. Бұрын мен олар енді жаңағы сотканы қарайды, инстаграмнан неше түрлері көріп қойған, анандай күшті жаңағы клубника, шоколады, торт, бірдеңе, новинка бірдеңе көрсем, жегім келіп кәдімгі, аузым сілекей ағып, соны алып жегенше сөйтетін едім дейді. Қазір менде сол тяга жойылды дейді.
енді одан бері міне 1 жыл уақыт өтті ғой. Енді дейді, вот ана продукцияның действиесі уже бітті ғой енді. Мен де қайтадан сладосқа тиягі бастап жатыр. Мен қайтадан продукция бірдеңелер алып ішейін деп алоэны алып ішті. Алоэны алып ішіп жатыр. Сосын одан кейін L-карнитин, коллагендерді қайтадан алып ішемін деп сөйтеді. Осындай біздің продукцияларымыз өте керемет. Осы продукциялар маған ұнады. Жан-жағымдағы адамдарға айтып, өзім жан-жағымдағы адамдар. Біз бірінші өзіміздің жан-жағымыздағы адамдарды осы продукцияға үйретуіміз керек. Бір продукцияны ал деп түсіндіріп, мақтап жеткізіп қылсаңыз алады ол, или болмаса өзің жақындарың болса. Мысалы мен балдарыма бірінші басында мен өзім бердім. Қазір менің Жаңаөзенде тұратын қызым 6 баласы бар. Барлық өнімдерді осыны алады. Мен түсіндірдім оларға. Балдарыңды магазиннен алған шампундармен жуындырып, қаншама сен оған витамин зат алып беріп жатсаң да, сен оны химикаттармен жуындырып жатсаң, значит, поры арқылы организмге химикат кетіп, ол баланың денсаулығын қайтадан 50% жойып жатсың деп осылай түсіндіріп қойдым да. Содан кейін шампундарды біздердегі 10 балдың, 9 балдың шампундары доступны ғой, бағасы еще қою, экономичный, көпке кетеді. Сонымен сол 9-10 балдың шампундарын алмаған екен. Өткенде біздер Турцияға бізге компания билетті Атырау қаласынан алды. Сол кезде мен Атыраудағы сіңлім үйіне барғанда, мен сол Атыраудағы сіңлімде 3 баласы бар, күйеуі бар, енесі бар, қайынсінісі бар, үйінде адам көп. Ол да сол постоянно сол 9 балдың морской шампунын пайдаланады. Қазір как раз морской шампунның 2-ін алсаңыз, 3-шісі подарка деген бізде акция жүріп жатыр ғой. Содан мен өзім заказ. Сосын мен сол үйге барып, суға түскен мезгілде сол жаңағы морской шампунмен басым жудым. Шашымды деген сусылдатып, шашым мынандай болып көтеріліп, өзінен өзі укладка болып керемет екен. Біздер бағасы қымбаттау 16 балдыкін алайық, ананы алайық, мынау күшті шығар деп ала береміз ғой. Но бірақ әркім өзінің шашына қарай ана шампунмен де мына шампунмен де жуып қараңыздар да, сіздің шашыңыздың жаңағы несіне әркімнің организм әртүрлі болады, сол сияқты шаштары да әртүрлі болады екен. Сізге именно жағатын шампунды не қылуларыңыз керек, пайдалануларыңыз керек. Сосын мен осы ненің барлық продукциясын алдым. Мына мицеллярный водасы, биби крем, помада, увлажняющий түрін, анандай не түрінде алдым, кетпейтін нелерін, олар тойдың кезінде пайдаланамын. Биби крем, повседневный, неге тональный крем. Повседневный пайдалануға өте күшті, SPF бар құрамында. Духиларымыз, мен Фера деген духиді уже бітіріп, оны флакон лақтырып тастаттым. Ана духиларды ашып қойдым. Өте керемет, керемет. Сосын жаңа крем для рук-ымыз, мына тональный, прям профессиональный макияж жасауға өте керемет екен. Мен осыларды өзіме для себя алып жатырмын, қыздарыма да ұнап жатыр. Ал дезодоранттарымыз енді прямо пирожки сияқты сатылатын фит продажа. Дезодоранттарымыз 48 сағат бойына қолтығыңызды терлетпей тұрады. Мысалы, кейбір адамдардың қатты иісі болатын адамдар болады да, сол адамдардың да иісін жоқ қылып жібереді ғой. Енді иісі жоқ адамдардың да все равно терлейміз адам болғаннан кейін де. Мысалы, тойға баратын мезгілде сіз таза новый көйлегіңізді киесіз ғой. Оған тойға барғасын билейсің, ыссы болады деген сияқты манағы терлеп кетесіз да. Все-таки тердің иісі кетеді ол көйлек. Оны әкеліп былшылдатып жуа бермей, лучше мына дезодорантты қолтықтарыңызға жағып алсаңыздар, қолтықтарыңыз действительно 48 сағатқа дейін, қысты күндері мен шомылғаннан кейін бір жағып аламын, келесі шомылғанға дейін қолтығымнан ондай тердің иісі неге шықпайды. Сосын менде өте сухой кожа. Менің мына қолдарым, мына жерлері трескіп кетеді. Үй жинап, пол жуып, бір шаң нелерді тазалап сөйтсем деген, мына деген тілініп кетеді ғой. Сонымды не істейтінін білмей, кәдім крем для рук дегенді, мен бұрын осы фармация келмей тұрғанда әртүрлі крем для руктар аламын ғой, сол крем для рук менің сумкамда жүреді. Себебі мен таңертең ұйқыдан тұрып, бет қолым жуғаннан кейін жағып аламын. Одан кейін тағы да жаңағы былай жұмысқа барасың, қолың жуасың, туалетке барғаннан кейін де, тек қолымды қалай сумен жудым, бет ауыз шыт болып кетеді. Сосын мен крем для рукты жаға берем. Оказывается, бұрынғы алып жүрген крем для руктарым лечебный действие бермейді екен.
мен осы бірінші жаңағы первый шартта бұрын осыны беретін еді ғой. Осы кремді подаркаға алдым. Сол кезде менің байқағаным, таңертең қолыма жағып, қолымды не қылып аламын ғой, қолымды бәрін сабындап жуғаннан кейін қол құрғайды, себебі менде өте сухой кожа да. Осы кремді жағып аламын. Содан кейін жұмысқа барғанда да туалетке кіріп қолымды жуып шықсам да қолым бұрынғыдай болмайды. Сосын мына қолдарымның жаңа бірдеңе істеген кезде жарылып кетеді, картошка ашсам бірдеңе алсам тілініп кететіндері именно мына крем для ног бар ғой, осыдан кетті. Мен соны қолыма жағып жүрдім. 2 аптаға дейін осыны пайдаландым. Содан мынау прямо заживление болып, келесіде де мен енді әйел адам боласың, үйде шаруа жасайсың ғой, бұрынғыдай жарылмайды қолым. Қолым қол болды ғой. Бұрын мына қолым деген ағаш құсап, қатты сухой еді кожа. Может, мен аттарды ішіп жатырмын, может, содан көмектескен шығар. Бірақ осы крем мына аяқтағы мозольдер, өкшедегі нелер, жаңағы. Мен именно Құдайдың қысы болса да, мен айына бір мезгіл педикюрге баратын едім. Себебі мен өкшем жарылады. Себебі менде сухой кожа ғой, да. Өкшем кәдімгі енді жазды күндері, ладно, жалаң аяқ жүреміз, шаң болады, шаң тиеді, содан жарылады деп ойлайсың. Қысты күні де менің өкшем тықырлап, капрон кисем іліп қалып, сондай болатын еді. Ана неде ваннада тұр, сольда пилингі бар ғой, соны 3 күн пайдаландым, подряд. Сулап аламын да, жағып қоямын, жарты сағаттай, сосын қырып тастаймын. Оп-оңай манағым. Өкшемде қатып жатқан өкшем кәдімгі жұп-жұмсақ болып, сосын содан кейін құрғатып, сүртіп, мына крем жағып аламын. Мен қазір өкшем құрттай баланың өкшесі сияқты видео түсіріп те салдым ғой мен деген. Өте керемет. Құрамында мочевина бар, масло щи бар. Мочевина ана қатқан мозольдарды жібітеді, масло щи восстановление жасайды. Біздің өнімдерді айта берсең, таңертеңнен кешке дейін айта беруге болады. Омолаживающий масканы да пайдаландым. Осы жердегі 1 жылдың ішінде почти барлық продукцияны бәрін алып пайдаланып көріп жатырмын. Бәрі ұнап жатыр. Мен былай жаңағы көзімнен жасағат постоянно да. Сосын мен көп көзімді боямайтын едім. Қазір енді осы баттарды іштім, неғылдым ба, әйтеуір қазір бұрынғыдай көзімнен жасаппайды. Далаға шыққан мезгілде көзім жасаурайды, әсіресе қысты күндері, салқын мезгілде. Соным жақсы болды, кетіп қалды. Сосын кірпігіме туш жағатын болдым. Бұрын көзім жасаурағасын, көзімді еш боямайтын едім де. Қазір мен көзімді бояймын, еще туш жағып аламын қонақтыққа барған мезгілдерде. Кірпігім күшті болып тұрады, еще бетім не қылып кетпейді. Жан-жағыма. Бұрын мен туш жақсам жайылып, ағып кете ме, білмеймін, келістіре алмаймын. Или бір көзімді уқалап сүртіп тастайын ба, жаңа аллергия болғаннан кейін де. Сөйтіп не қыламын деймін де, сосын вообще көзімді боямауға стараться етемін. Қазір енді осы фармацияның нелеріменен қайтадан жасым 60-қа келгенде боянуды үйреніп жатырмын. Сосын осы жерден енді жаңағы директорский статусты 2 айда уже жаптым. Сосын 3 ай директорский статусты ұстап тұрып, жаңағы премиямды алдым. Астынан Сандия ханым директор болып шықты. Бронзовый директор статусының да премиясын алдым. Сосын жаңағы Турцияға жаңағы путевканы қорғап, Турцияға да бару бізге де бұйырды. Біз как раз кіріп жатқан мезгілде Алматыдан Лиля ханым деймін, сол кетіп баратты, апрельде көріп, қатты қызыққан болатын біз заводтарды көрсетпей жатқанда. Бізде сол Турцияға сол бардық, көрдік бәрін. Бұл жерге келген каждый адам баралады оған. Біз Қазақстаннан 3 қыз барсақ, татарлардан 32 директор келді ғой. 74-тегі үлкен кемпірлер де жүр. 32 бір қыз, жап-жас қыз болғасын нешедесің деп сұрап едім, 32 демін дейді. Жап-жас қыздардан екен. Тем более да ауылдық жерде тұрады екен. Мен поп аша алмаймын дейді, бронзовый директор екен. Себебі бізде почта жоқ дейді. Неден қаладан барып аламыз продукциямыз дейді. Сондай ауылдық жерде тұратын адамдар директорский статус жауып жатыр. Ал біздің именно мен өзімнің командамды айтайын, барлық продукцияны әкеліп қойып, наличие сразу күтпейді, сразу алып кетіп жатыр. Барлық несін үйретіп қойып, барлық условияны жасап қойып отырмыз да, директор болмауға тіпті не жоқ. Осылай қылып, не қылып жатырмыз. Енді татарлардың ішінде жаңағы айына 5 миллион, 6 миллион теңгеге жетіп жатыр ғой адамдар. Енді біздер жаңа бастадық Қазақстан. Біздің жұмыс менің үйімнен жасап жатқанына 1 жыл болды.
Олар 5-6 жыл дегенде жетіп жатыр екен. Осы жерден біз таймай, қозғалмай осы жерде отырсақ, біз де оған жетеміз. Турцияға барғанда біздерді Стамбулдан күтіп алды да 1 сағаттың үстінде қаладан шығып кеттік. Фармаси деген городок екен, керемет. Прямо өзінің резиденция фармаси деп тұр, гостиница бөлек тұр, бөлек здания әдемі, ортасында бассейні бар. Керемет күшті, табиғат деген енді ана жерде тілмен айтып жеткізе алмайсың. Сендер енді мысалы Алматыда тұратындар, Алматының да несі жақсы ғой, природа. Бізде вообще көкшөп деген жоқ қой енді, пустыня дейді ғой бізде. Сол жаңағы біздерге деген табиғаты өте күшті әсер етті. Ауа қандай керемет та. Бәрімізді орналастырды. Жаңағы кейбіреулеріміз ойбай, мен ана 2 адамдық, енді мысалы Рита әпкемізге бір комната берді, Санжия ханым біздің қасымыздағы, оның бір татарлардан келген бір партнерменен бір кабинетке, бір комнатқа орналастырып еді. Мынандай двухспальный кровать қой. Қайтып барып претензиямызды айттық, біз танымайтын адамменен бір кроватьта бір көрпені жамылып қалай жатамыз деп. Одан оған отдельный комната берді, әйтеуір бар жағдайымызды жасады. 10 минут уақыт қалды деп жатыр, жылдамдатып айтайын. Өте күшті, керемет болды. Завод үлкен екен, мына нелерді дайындап жатқан жаққа бізді кіргізген жоқ, бүйтіп дайын болып шығып упаковочный жағына кіргізді. Себебі мына біздің продукцияларды, өнімдерді дайындайтын жерге, сол жерде жұмыс жасап жүрген адамдар түгел киімін шешіп тастап стерильный киімменен кіреді екен. Көрдіңіз бе? Қандай күшті, кәдімгі чистота мұндай қылып жасалып жатқан. Мына жағынан уже шығып жатқан мезгілде де помадалар бүйтіп келе жатыр ғой, тоже бүйтіп стеклянный неменен жабық тұр. Ешқандай микроб, бактерия не деген жоқ, бәрі тап-таза. Керемет, енді бір табиғи таза өнім екен. Көзіміз жетті. Баяғы музей бар екен, доктор Тунаның ана ұстаған жаңағы порошоктарды өлшейтін өзім аптека жасадым ғой, енді жаңағы банки, склянки, ступки деген сияқты заттардың бәрі тұр екен, керемет. Бәрін енді әдемі алып қойған. Сосын мынандай выставочный үлкен магазин ұқсаған жері бар екен, сол жерден барлық өнімдерді көрдік. Бізде жоқ, көптеген өнімдер бар екен, омега бар екен, магний бар екен, кальций нелер бар екен, SPF кремдер бар екен. Солар неге бізге келмей жатыр деп әрине Татьянаға айттық. Бізде Маңғыстауда қатты ыстық болады ғой, бізде SPF крем болса өте керемет болар еді. Сол жерден өте жақсы әсер алдық. О жақтан татарлардан келген 32 директорда, олар да осал жандар емес, керемет жандармен бірге болдық. Өте керемет мотивация алдық. Сосын менің бір түсінгенім, ана жерден біздер SPF крем делер сатып алайық деп едік қой. О жерде ол үлкен завод екен. Тонналап кетіп жатыр. Ешкім саған о жерде штучный ештеңе сатып отырмайды екен. Мына біздер енді мен жаңағы Белоруссияның командасындамыз ғой да. Белоруссиядан, Малайзиядан, Перуден, Америка, Канада, сондай жерлерден үлкен точкаларын ашып тастаған, соларды обеспечить етіп отырған, тонналап товар өткізіп жатырған керемет үлкен завод екен. Біздің компания жаңағы косметический компания екен, негізгі әлем бойынша 3-ші орында тұрған. Тек қана мен ойлайтын едім, Турция бойынша шығар, 4-5 алғашқы 5 қатарына кіреді дегенде, Турция бойынша шығар. Себебі Турцияда да көп қой нелер, производстволарда. Солай шығар деп ойлағам, оказывается, бүткіл әлем бойынша 3-ші орында тұрған косметикалық компания екенбіз. Біз қазір өте сондай керемет жердеміз. Сондықтан да біздер осы жерде нықтап отырып, анау қиыншылыққа, ой, мынау бүйтпеді, мынау сөйтпеді деп кетіп қалып, ана компанияға жүгіріп барғанда, сен осы жерден жасамаған да, ол ана жерге барғанда саған ешкім жасап бермейді. Біздің мына статусқа жету, ана елдердің алып жатқан миллиондарын алу, бәрі өзіміздің қолымызда. Мен жасайын ба, мен аламын. Сен, мысалы, мен үшін Бақтыгүл ханым или менің спонсорым Рита ханым жасап бермейді. Әр қайсымыз өзіміз жасауымыз керек екен. Және жасауға стоящий, мына продукцияларды біреуге предлагать етуге ешқандай ұялмай предлагать етесіңдер. Евростандарттан өткен өнімдер, Евростандарттан, бұның құрамында ешқандай химикат жоқ. Ешкімге даже жаңағы аллергический организмдер болады. Соларға да аллергия бермейтін, сондай өте табиғи таза
керемет өнімдерді біз пайдаланып отырмыз. Мен өзім сондай аллергиозный адаммын, сәл-сәттен аллергия беретін. Қазір мен барлық косметикасын пайдаланып жатырмын. Ол не үшін мен аллергетикпін? Себебі менің ағзам өмір бойы аптекада жұмыс жасадым, крем порошоктармен менде химический отравление бар организмде да, сосын менде иммунитет өте слабый болатын. Қазір менің енді бір нем бар, жасап бұрында бір компания жүргенде денсаулығым үшін неше түрлі баттарды іштім. Сол неде жасаған бір коллажым бар. Мен сол қазір мысалға менің 2009 жылға түскен суретімен 2018 жылға және қазіргі суретімді коллаж қылып шығаруға болады. Соны 2009-дан бері қазір неше жыл өтіп отыр? 27 жыл өтіп отыр ма? 27 жылда мен наоборот қартаюым. 17 жылда мен қартаюым керек қой. Например, да? Мен наоборот 17 жылда наоборот бұрынғы менің осыдан 2009 жылы нешеде болдым мен, 41-де ма 42-де кезімде осыдан кәрі көрінетін едім. Бетімде қатты әжімдер болатын. Еще 91 жыл қызымды босанған мезгілде мен бетімде пигменттер болатын. Беременный әйелдердің бетінде қара дақтар болады, солар болатын. Даже мен маңдайымдағы машиналар, көздерім айналасындағы гусиный лапкой бәрі кетіп жатыр ғой. Шаштарымда бұрынғы шаштарымда восстановление болып өте жақсы кәдімгі не қылып көтеріліп бұрын сылпиып бүйтіп бір жерге барып орамал тартсаң шашым бүйтіп басыма жабысып қалатын еді. Мен бұрын енді Жаңаөзен қаласында тұрдым ғой, 30 жылдың үстінде Жаңаөзен қаласында тұрдым. Енді көптеген тумаластарым сол жақта тұрады ғой. Ақтау көшіп кеткеніне 10 жылдай болды да. Соны жаңағы қазірлер той томалаққа барғанда мені көрген адамдар уже өзінің несін бұрынғы менің түрімді біледі ғой, енді сол нелерін жасыра алмай қалады. Мә, сен Ақтауға барып жасарып кеткенсің ба деген сөз айтады да. Ол Ақтаудан емес, менің осы ішіме ішіп жатқан дүниядан және өзімнің осы пайдаланып жатқан өзіме деген уход, қазір уходовый косметикалары өте керемет. Алыңыздар, пайдаланыңыздар, жан-жақтарыңызға ұсыныңыздар, еш өкінбейсіздер. Міне осындай керемет өнім. Енді бұның өнімдерінің прямо ананы мынаны бәрін талдап айта алмаймын, но бірақ баттары да өте керемет. Жуынатын сабын шампундарымыз пайдалануымыз керек. Сосын сабын шампундарды да біз табиғи таза өнімдер, сосын зуынный пасталар. Ол мына тісімізді жуамыз, мен жұтпаймын, бәрін далаға түкірем дегеннің өзінде де слизистый оболочка арқылы организмге уже сіңіп қанға кетіп қалады. Колгейт деген зуынный пастамен никогда тістеріңізді жумаңыздар. Құрамында фтор көп, түгел тісіңіздің эмалін жеп қояды. Балдарыңызға сондай зуынный паста алып беріп жүрген болсаңыздар, сіздер балдарыңызды осы бастан травить етіп жатсыздар, жайлап постепенно. Сосын мына баттарды бір флакон ішеді, бізде адамдар маған әсер етпей жатыр деген әңгімелер болады. Мысалы, сіздерге сондай айту мүмкін да, адамдар биодоступность деген болады. Кейбір адамдарға ол пайдасы тиіп жатыр, но бірақ манағы оның организмі засорен ме, пока не қылмайды. Ал кейбір адамдар болады, сразу ішеді да, мысалы менде кеше подружкам элькарнитин алып кеткен, біреуін алып кеткен, уже екіншісін келесі кеше өзенге барғанымызда екіншісін ала келші, күшті екен, маған қатты ұнап жатыр, адамға күшті энергия береді екен деп екінші элькарнитинді алды. Оның қызда уже биодоступность күшті, сразу ішкен бойына әсер етті да, өте күшті, ішуге де приятный екен деп. Сосын блистопиді алдында пробнигін көріп, менде болмай қалған, соны алып кештеп, осы блисті апардым, сосын продукцияларымды алып қалды 31 теңге мыңға. Сонда мына блисті ертесіне маған деген күшті екен, иісі деген, мен деген айта алмаймын деп кәдімгі голосовой жіберді да. Керемет, мен сен парфюмдарыңды жайлап алып сатпасам деп пайдаланып не қылып жатыр да енді. Осындай керемет өнімдер қазір біздің қолымызда тұр, сондықтан да біздер соны жасауымыз керек, ары қарай не қылуымыз керек. 2 минут қалды, 1,5 минут. Қорытынды өзіңіз қорытындылап жіберіңіз. Өзім қорытындылағанда
біз осы жерде отырған қазір кіріп отырған бәрімізге де рахмет айтамын. Біздің қолымызда өте керемет өнімдер тұр. Біз осыны біздің бүткіл Қазақстанға тек қана Алматы менен Ақтауда ғана офис бар, значит, рынок пустой. Біз жария салып айтып, соцсеттерге шығып, неге жаңа тиктокқа шығып, бәріне айтып не қылу керек. Мен маған уже тиктоктан Ақтау қаласында не ашылды деп сөйтіп салып жатырмын. Адамдар хабарласып жатыр, Құдайға шүкір. Әйтеуір барлық методты пайдаланып, ана татарлардың жетіп жатқан хотя бы ежемесячно 1 миллион, 2 миллион табысқа жетуіміз керек. Осы өнімдермен жұмыс жасай берсек, оған жетеміз де. 100% гарантия. Өте керемет өнімдер екен. Мен ешқандай сомнением жоқ. Осы уақытқа дейін мен небір компания продукцияларын бәрін пайдаланып көрдім. Баттары да лучше. Рахмет, Римма ханым, өте керемет болды. Болашақта ұзартатын боламыз уақытын. Бүгін вообще күшті. Қазір уже өшеді, менше 1 минуты деп жатыр. Қыздар, аудиоларыңыз қосып жылдам рахмет айтып жіберсеңіздер болады. Қазір өзі автомат түрде. Рахмет, енді қосылдым. Күнімен қосыла алмадым, білмеймін. Сіздің разрешениеңізді сұрадым ма, бірдеңе болды, қайта кіре алмай. Жақсы өткен шығар деп ойлаймын. Запись болған шығар? Бар. Запись бар, Сәуле.